Сіз білесіз бе, қазақтың халық жазушысы, драматург, сыншы, мемлекет және қоғам қайраткері Ғабит Мүсірепов ұлпан романы жазуда ұлпанның бейнесін 40 жыл бойы толғанып жазған. Қаламгер Тұтқын атты кітабында былай дейді: әрбір жазушының ойында әр кезде өзімен бірге жасасып толыға түскен бейнелері болу керек. Менің ойымда ұлпан 40 жыл бірге жасасып жүрді. Мен ол бейнені әр қырынан көрсетуге тырыстым. Ойы, сезімі, сырт суреті, жас кезі, есейген кезі, мінезі, мейірімі тағы басқа. Ғабит Мүсірепов ұлпан романы жазуға өте үлкен жауапкершілікпен қарап, басты кейіпкердің бейнесін жарты ғасырға жуық уақыт бойы зерделеген. Сөздергері бұл ерекше некенің тарихын романда өте шебер суреттеген. Роман желісі бойынша Есеней мен ұлпанның арасы 40 жастан астам. Есеней жасы 50-ден асқан, шешендігімен, әділдігімен көзге түскен, ел басқарған парасатты, дәулетті би. Есеней ұлпанның сұлулығына емес, ең алдымен ақылы мен даналығына ғашық болады. Ол өзінің қартайған шағында елін сеніп тапсыратын, артында ұрпақ қалдыратын, нағыз текті ана болатын жанды тапқанын түсінеді. Сондықтан ол ұлпанның әкесіне қалың мал беріп, оны өмірлік жар етеді. Бұл неке алғашында ел ішінде өсекке арқау болғанымен, кейін ұлпан өзінің даналығымен, көрегендігімен бүкіл елдің сыйлы, ардақты анасына айналады. Ғабит Мүсіреповтің ұлпан бейнесін 40 жыл бойы толғануының бірнеше маңызды себебі бар. Бірінші, прототиптің күрделілігі. Ұлпан жай ғана әдемі әйел емес, ел басқарған ер мінезді, парасатты тұлға. Жазушы мұндай биік тұлғаны жай ғана суреттей салмай, оның бүкіл болмысын, ішкі дүниесін және сол заманның тарихи шындығын терең түсінгісі келді. Екінші, дерек жинау. Жазушы ел аузындағы әңгімелерді, шежірелерді және ұлпан мен Есеней туралы аңыздарды там-тұмдап жинаған. Ол деректердің санада пісіп жетілу үшін уақыт қажет болды. Үшінші, Ғабит Мүсірепов бұл тақырыпты заман талабына сай, бірақ ұлттық құндылықтарды жоғалтпай қалай жеткізуді ұзақ ізденді. Төртінші, шығармашылық жауапкершілік. Ғабит Мүсірепов сөз зергері. Ол әрбір сөйлемге, әрбір детальға, ұлпанның киген киімнен бастап, сөйлеген сөзіне дейін өте мұқият қараған. Ол ұлпанды қазақ әйелінің идеалды, жиынтық бейнесі ретінде жасап шығарғысы келді. Жазушының өз сөзімен айтқанда, ұлпан бейнесі менің жүрегімде ондаған жылдар бойы ұялап, әр жыл өткен сайын толыға түсті. Ол 40 жыл ішінде ұлпанмен бірге өмір сүргенде болған. Қазақтың сөз зергері Ғабит Мүсірепов қойындаптеріне менің жақондам ұлпан деп жазған. Демек, Ғабит Мүсіреповтің 40 жылдық толғанысы уақыт жоғалту емес, кемелдікке ұмтылу еді. Кейбір шығарма қаламмен емес, жүрекпен, уақытпен жазылады. Ал ұлпан соның жарқын дәлелі.